расын инналлах яғфиру зунуба джамиа. Бүкіл күнәларды, бүкіл барлығын, ол жерде күнәларды кешірем деп тұр да, бірақ джамиа деп қосып қойды Алла субханала тағала. Джамиа барлығын деп тұр да. Осы Алла тағала серік қосу бүгінгі күнде қалай көрініс табады, және де кейде адамдар ширк жасап жатқанын білмей қалуы мүмкін. Яғни біздің жаратушымызға деген шүкіршілігіміз қайда деген сияқты. Алла тағала күллі нығметтерді, жақсылықтарды беріп, біз намаз оқымай жүрсек, қандай күнә болады? Ешкім көрмейді, ешкім білмейтін зина. Бұл зина жалпы Аллахтың тағаланың алдында ауыр күнә болып есептелінеді. Фаджитанибу риджсум мина шейтон дейді. Ол шайтанның нәжісі деп айтқан екен де Құранда. Фаджитанибу, одан алыс ұстаңдар дейді. Жақындамаңдар дейді. Алыс, өте қатты алыс ұстаңдар. Ол сондай иманмен, сондай сеніммен анау өмірге кетіп қалған болса, Алла бұны кешірмейді екен. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Құрметті көрермендер, біздің арнамызға қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің тақырыбымыз күнделіктіге айналған ауыр күнәлар. Ол күнәлар өмірімізге қалай енді, және де өмірімізге қандай зардабы бар, және де ол күнәдан қалай сақтануға болады. Сол төңіректе бүгін әңгіме құрамыз. Біздің қонағымыз, таныстыра кетейік, Ақмола облысындағы имам Азат ұстаз, беделді дін танушы. Қош келдіңіз біздің арнамызға. Және де мен Алмат Жанатұлы. Азат ұстазымыз, сізге бірінші сұрақ, осы өмірімізге күнделіктіге айналып кеткен ауыр күнәлар жайлы айтып кетесіз бе? Ол ауыр күнәлар дегеніміз не, және өмірімізге қалай әсер етеді, оның қандай салдары бар? Бисмилля, алхамдулилля, вассалату вассаламу аля расулихи Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи ажмаин, амма бад, Робби яссир ва ла туассир, Робби таммим бил хайр. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Барша көрермендер, Аллах тағалаға сансыз мадақ шүкір болсын. Алмат, Аллах разы болсын, осындай керемет жерге шақырып, осындай сұхбатты басталуына Аллах тағала сауабын, осындай игі істеріңізге сауабын, осы қиямет күнінде көруіңізге Аллах тағала сауабын берсін, иншалла, жәннаттан нәсіп қылсын. Енді жалпы ауыр күнәларға келетін болсақ, ол өкінішке орай жалпы қоғамымызда, жалпы әлемде ол өте сондай бір беделін алды деп айтсақ болады. Ол күнделікті, орысша айтқанда, нормаға айналып кетті өкінішке орай. Сол күнәлардан ол тек жалпы мұсылман ғана емес, мұсылман еместерге де үлкен зардап, зиян тигізеді екен өкінішке орай. Мінекей соның төңірегінде келесі қандай сұрағыңыз болған еді, соны айтып кетсеңіз. Осы күнәлар қазір біз күнделік өмірімізге кіріп кеткен ауыр күнәлар жөнінде әңгіме құрамыз, және де сол ауыр күнәлар неге ауыр деп аталады, және де олар қалай өмірімізге кіріп кетті, сол жайлы айтып берсеңіз қысқаша. Неге олар именно ауыр деп аталады? Ауыр күнә, оны Алла субхану ва тағала қасиетті Құран-ы Кәрімде оны белгілеп өткен, әрбір күнә іске соның жазасы бар екенін оны Құранда атап өткен. Және де оның елшісі Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва сәллям белгілеп өткен. Және де ол жалпы ауыр күнә екенін жалпы біз діннен хабарын алатын боламыз. Ол ауыр күнә екенін біз белгілемейміз, адамзат белгілемейді. Ол Алла субхану ва тағала өз тарапынан белгілейді. Ол қасиетті Құран-ы Кәрімде келген көптеген аяттар бар. Жалпы қасиетті Құранда күнә екенін исім деп келген. Исім деген күнә деп келген. Одан кейін зұлымдық деген нәрсе бар. Зулм деп аталады арабша. Мысалы, Алла субхану ва тағала инналлаха ла яхди, расында Аллах тура жолға салмады дейді. Қаума залимин, залым қауымдарды. Яғни бұл зұлымдық деген бұл адамзатқа жасалған бір күнә деп айтсақ болады. Яғни сол күнә салдарынан Алла субхану ва тағала не істеп кетуі мүмкін? Яғни сол адамдарды
тура жолға салмауы кетпеу мүмкін. Ол ең сондай бір ауыр күнәлар деп есептесек болады. Сондықтан мұсылман адам сол үлкен күнәлардан сақ болу қажет. Яғни біз үлкен күнәлар туралы айтқан кезде, ол сол үлкен күнә ғана емес, сол күнә, үлкен күнәнің ішінде, яғни оның қасында жүрген, соның қасында, яғни солардан алыс ұста білу керек мұсылман адам. Яғни бұл жаңағыдай осы күнә ғана емес, соған сол күнәға жеткізетін жолдары, жеткізетін, яғни сол күнәларда, яғни сол нәрселерден бәрінен де өзіңді алыс ұстата білу керек. Түсінікті, түсінікті. Ең бірінші жаңағы ойға келетін ауыр күнә ол ширк, Алла тағалаға серік қосу. Осы Алла тағала серік қосу бүгінгі күнде қалай көрініс табады, және де кейде адамдар ширк жасап жатқанын білмей қалуы мүмкін. Ол қалай болады сонда, сол жайлы айтып берсеңіз? Қасиетті Құран-ы Кәрімде Лұқман сүресінде, Лұқман әл-Хаким деген өте дана кісі болған, сол бір өсиетінде өз баласына жасалған. Ва инна ширка, расында ширк, яғни Аллаға серік қосу, лазульмун азим деп айтқан еді. Үлкен зұлымдық, яғни үлкен күнә болып есептелінеді. Яғни бүкіл осы негізделетін осы күнәларды бұл ширк екенді, яғни Аллаға серік қосу болып есептелінеді. Өйткені ширк дегеніміз бұл жалпы біз мынандай нәрсені түсініп алу керекпіз, ширк екенін анықтап алу керекпіз. Көбісі адамдар бұл ширк не екенін білмейді. Жалпы Аллаға серік қосу деп айтады. Бірақ қалай ол адам, мұсылман, ол адам жалпы қалай ол серік қосады? Яғни ширк деген ол бір затты, бір нәрсені, бір мүмкін жаңағыдай соны орысша айтқанда обожествлять, оған табыну, оған құлшылық ету. Жалпы ширк деген осы. Яғни Алладан басқа заттарға, нәрселерге, мысалы үшін тіпті мүмкін адамға, мүмкін шайтанға деген сияқты соған табыну, соған сену деген нәрсені береді. Яғни сену не қай мәселеде? Сенім деген нәрсені. Яғни бұл осы береке деген, жақсылық деген, яғни ғайбият, яғни адам затта жоқ нәрсені кімнен сұрау? Басқа Алладан басқа нәрсені сұрау, көмекті сұрау. Мысалы үшін бір адам ауру халде жатыр деп айтайық. Мысалы үшін, ол ауруда ешқандай медицинасы, яғни дәрігерлер көмегін бере алмаймыз дейді. Яғни бір көмегін береміз, бірақ 100% сол аурудан сауығып кетуге кепіл жоқ дейді. Оны не істейді? Оны Құдайдан, Аллах Тағаладан ол сұрап жатады. Бірақ кейбір адамдар Алламен қатар тағы бір нәрседен не істеп жатады? Шипа тілеп жатады. Біз айтамыз жалпы, шипа бұл Алладан. Ол ауып сауығып кету бұл Алладан. Енді жалпы тәжірибе жағынан дәрігерлер бір айтады, жаңа өзінің тәжірибе жағынан осыны дәріні ішсеңіз, сіз жазылып кетесіз. Бірақ бұл асылы шипасы бұл Алладан екен. Алла Тағала қалаған болса, сол дәріні ішіп, ол жазылып кетеді. Қаламаса, ол қандай дәріні ішсе де, қымбат дәрі болсын, арзан дәрі болсын, ол жазылып кетпейді. Міне, ширк дегеніміз Алладан басқа нәрсені сұрау. Енді бұл күнәмен қандай байланыс табады? Осындай мәселеде бұл Алла Субхану ва Тағала бізге өзінің елшісін жіберді. Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам өзінің кітабын жіберді. Бізге барлық осы күнә не екенін, қай нәрсе күнә, қай нәрсе сауап, игі іс деген кезде соны анықтап берген еді. Енді бұл адам егерде Аллаға ширк, яғни серік қосатын болса, ол Құранмен де жүреді, жаңағыдай өзінің сеніммен жүретін болады. Мысалы үшін сол өзінің сенімінде бұрында кезінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам кезінде 360 пұттар болған екен, құдайлар болған екен. Әр пұтында өзінің болған жаңағыдай бір пұт денсаулық берген, біреу береке берген, біреу отбасыға солайынан кете береді. Мысалы үшін, олардың негізі сол пұттар ол әшейін бір тастар емес. Негізінде бұл пұттардың оның артында не жатыр? Адам тұр екен. Бұл кезінде
бұттардың мынау олар адамның атысын Манас, Яғус, Яуқ деген қасиетті Құран кәрімде келеді. Сол бұттар негізі кезінде батырлар болған, беделді адамдар болған, сондай бір абыройлы адамдар болған, сол халыққа, қоғамға сондай бір өзінің үлесін қосқан адамдар болған еді. Енді сол адамдар олар қайтты ана өмірге. Сөйтіп олар Аллаға жақын ғой деп, әулие деп, олар басында енді бір жаңағы қауым, осы бірінші қауым, олар әулие деп жаңағы таныған. Кейінгі ұрпақ білім кеткеннен кейін, олар не істеп қойған, жаңағы ақыр соңында оларды жаңағыдай Құдайға жақын деп айтып кеткен. Құдайға жақын болғаннан кейін олар бір береке береді, жақсылығын береді біздерге. Тура солай сипат. Енді ширк деген кезде оның ішінде не жатыр? Адамның қалауы жатыр, нәпсі жатыр. Мысалы, ол ойдан шығара салу мүмкін. Осындай пәленше пұт, например, мысалы, ол былай мынандай хабар деп айтты дейді. Біздің ата-бабаларымыз солай сөйткен, бүткен, ешқандай ілімсіз. Яғни осы ешқандай бір ілімге сүймеген, яғни соған не істейді, амал жасайтын болады екен. Мысалы үшін ол өзінің ол жерде мысалы адамды өтірікті айтып кетуі де мүмкін. Мысалы үшін ол осындай пәленше пұт осы нәрсені маған айтты, істеді, жаңағыдай жасады, осыны мен насихаттаймын деп ары қарай солай күнәлар таралып кете береді. Өйткені адамның нәпсісі бар, қалауы бар. Бұл жалпы күнә ол немен байланыс табады? Адамның нәпсімен, қалауымен байланыс табады. Бірінші. Соның байланысы неде табады? Ширкте табады. Ширк ол байлап қояды. Ол менің айтқан емес, ол жаңағы өзі нәпсі емес, қалау емес. Ол адам баласы күнә істеген кезде, ол мейлінше өзінің жаңағыдай қалауын жасырғысы келеді. Ол, яғни мен емес істеп жатқан, ол маған бұйырды деген сияқты. Ол біздің ата-бабаларымыз бізге осылай насихатта, біздің ата-бабаларымыз осылай істеген. Мысалы, пайғамбар алейхи уассалам кезінде жаңа құрайштар істеген күнәлар. Мысалы үшін, олар көптеген күнәлар істеген жасады. Мысалы үшін, мирасты бөлген кезде сол әйелдер алмайтында. Қыз балар мүлдем ешқандай мирасқорлыққа қол жеткізе алмайды. Тек қана бәрі бір ер кісі қайтыс болған болса, оның ағалы, інілері бүкіл сол мирасты тартып алатын болады. Мысалы, ол да біздің ислам қасиетті ислам дінімізде үлкен ауыр күнә болып есептенеді. Яғни адамның ақысын алу, ұрлау деген сияқты мінекей. Енді бұлау ширк жалпы біз соны түсіндірдік деп ойлаймын. Одан кейін қандай сұрақ болған еді? Мына ширк мәселесінде менің ойыма келген қазір бір оқиға бар. Өткенде естігем, бір әйел аяғы ауыр болмай, в общем, көп уақыт бала көтере алмай жүрген ғой, қиналып енді. Содан кейін енді әртүрлі советчиктер көп қой біздің заманда қазір. Ананы істе, мынаған бар, анадан бала сұра деп. Енді біраз қиналған ана кісі. Соңында бір үйіне, ол әйел бір туысын үйіне барады қонаққа. Ол туысы көп балалы ана екен. Сосын айтады, біреу айтады оған, сен мынау әйелдің көп балалы ананың шортигін ки дейді. Шортигін киіп ал, саған жұғысты болады дейді. Сөйтіп, анау шортигін киеді, өздері айтқан, шортигін киеді, сөйтіп, біраз уақыттан кейін жүкті болады, бала табады. Сөйтіп, сол кезде анау кісілер ойлап жатыр, то, что жаңағы шортик киді, және де сол шортик ол әйелге бала берді деп. Бірақ бұл жерде ол осы ширкқа жата ма, осы ширкқа келе ма ол күнә? Мысалы, біздің өмірімізге кіріп кеткен осындай әдеттер бар ғой. Негізі мен ойымша, ол жаңағы шортикті бергенде бір кісі екінші кісіге, ол тілек айтады ғой оған, жүкті бол, балалы бол деп. Мүмкін сол әйелдің тілегі қабыл болып кетті ме? Оны бір Алла ғана біледі ғой. Қалай ол жүкті болғанын, дұрыс па? Мысалы, осындай орысша жаңағы примета деп айтады ғой, осындайлар біздің өмірімізде көп. Осылар ширкқа алып келе ме адамды, және де бұдан қалай сақтануға болады? Енді жалпы оны біз 100% айта алмаймыз. Енді жалпы бұл ширкқа алып келеді.
алып келеді. Ондай сеніммен мұсылман адам не істеу керек, өзінде ада ұстау керек, ал ұстау керек ондай сеніммен, ондай сенімнен. Сондықтан мұсылман адам біз барлық осы алдымызда айтқандай барлық жақсылықты, осындай берекені, баланың бар болу, жүкті болу, болмауы, ол ер бала бола ма, ол қыз бала бола ма, ол барлығы кімнің? Аллах субханала тағаланың қолында. Біз сол нәрсені ескеру керек, түсіну керекпіз. Ол яғни сол нәрселер бір материалдық нәрсеге байланбаған. Ол Аллахтың жаратушысы. Мысалы үшін бұл шортик болсын, жаңағыдай үстел болсын, диван болсын, ол мақлуқ, ол жаратылған нәрсе да, мысалы үшін. Мінекей. Ал жаратылған нәрсе, жаратушы тұрған кезде біз неге жаратылған нәрседен сұраймыз деген сұрақ туындайды ғой. Яғни ақылды адам әрдайым не нәрсеге жүгінеді? Жаратушыдан сұрайды. Мысалы, кез келген мекемеде болсын, мысалы үшін, сол мекеменің, әр мекеменің өзінің бастығы болады. Біз кімге бірінші барамыз? Сол өзін бір мәселені шешуге келіп, біз бастыққа барып сұрайтын боламыз, мысалы үшін. Енді неге біз басқа нәрселерден сұрамаймыз? Сұрамау керек. Жалпы сол біз сұраған кезде өзіміздің жаратушымыздан жалпы сұрау керек бірінші. Яғни бұл нәрсе не нәрсеге ширкқа, яғни Аллаға серік қосуға ертең күнде алып келеді. Яғни одан мұсылман адам өзінде алыстау керек. Және де сол нәрселерден қалай ұстану, жалпы сол нәрселерден осы ширктан қалай сақтануға болады деген сұрақ, ол ең бірінші білім. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға ең әуелге түскен аят қай аят болды? Иқра деп болды. Оқы деп айтқан еді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға Алла субханала тағала Жәбірәйіл алейхиссалам періштені түсіріп, оған не деп айтқан? Қандай бұйрық берген? Оқы деп айтқан. Міне Алақ сүресі Иқра деп айтқан. Иқра уа раббукал акрам. Оқы, расында сенің Раббың өте жомарт деп айтқан. Яғни қаншалықты мұсылман адам білімге талпынған болса, оған Алла тағала не береді? Жаңа одан көп білім береді. Мұсылман адам, ерінбеу керек. Бізде Аллаға шүкір кітаптарымыз бар, әлеуметтік желі бар, осының біздің ресми жаңағы парақшалар бар, каналдарымыз бар, жаңағы осы діни басқармаға қарасты. Сол жаңағыдай мәліметтерді оқып алып, ширк не екенін мысалы үшін анықтап алып, содан қалай өзімді таза ұстаймын деп сол нәрселерді оқып, яғни біліммен. Одан кейін әрине екінші нәрсе бұл жаңағы тақуалық ұстану керек. Тақуалық жаңағы өзіңді Алладан жаңағыдай, енді жалпы Құранды ашқан кезде аударылады, Алладан қорқу деп жалпы аударылады. Енді тақуалық деген Алладан сақ болу. Яғни ширктан жасаудың, ол ширктің өте үлкен зардабы, күнәсі өте үлкен да. Ол жаңағы ширк жалпы бұл негізгі фундамент болады. Барлық қалған күнәларды жасауға негізгі фундамент болып есептенеді. Сондықтан ширктан ең ауыр күнә, тіпті дейді, бұл ширк, ғалымдар айтады, сондай сеніммен, сондай жаңағы бір нәрсеге Алладан басқа бір нәрсені тілеу, сұрау, ол сондай иманмен, сондай сеніммен анау өмірге кетіп қалған болса, Алла бұны кешірмейді екен. Алла субханала тағала бүкіл күнәларды кешіреді, тек Аллаға серік қосудан басқа. Сондықтан біз бұны не деп айтамыз? Ширк бұл үлкен күнә. Бірақ бұл осы өмірде ширк жасаған болса, оның жолы бар. Біз айтамыз әрдайым қасиетті Құран-ы Кәрімде Алла субханала тағала ла тақнату мин рахматилла дейді. Яғни Алладың рахметінен қол үзбеңдер. Расын инналлах яғфиру зунуба джамиа. Бүкіл күнәларды, бүкіл барлығын, ол жерде күнәларды кешірем деп тұрды, бірақ джамиа деп қосып қойды Алла субханала тағала. Джамиа барлығын деп тұрды. Яғни шын ықыласпен тәубе еткен болса, ол Алла тағала күнәсін кешіреді. Бірақ ана өмірге кетіп қалған болса, ол кезде
уже орысша айтқанда поздно болады. Түсінікті, түсінікті. Бізде ислам дінінде діннің тірегі намаз дейді. Кейбір адамдар намаз оқымайды, кейбір адамдар намазды тастап кетеді, немесе намаз оны тастап кете ме, иә? Намазды тастау адам өміріне қандай салдары бар? Ол үлкен күнәға жата ма? Сол туралы айтып берсеңіз. Иә, әрине, жалпы намаз деген жалпы бұл Алламен байланыс. Мынау біз айтамыз ғой, солят деп айтады. Қасиетті Құран кәрімде ақимус соля, намаздарын тұрғызыңдар аударғанда да. Енді жалпы бұл Алламен байланысты істендер жасаңдар деген тағы да бір тілдік мағынада келген кезде. Яғни намаз оқыған адам бұл Алламен байланыста болады, әрдайым байланыста болады. Мысалы үшін, иә. Яғни біз мынандай жаңағы аналогия жүргізсек болады. Мысалы үшін сіздің әке-шешеңіз бар, иә. Сіз әрдайым хал жағдайын сұрап тұрасыз, үйге барып тұрасыз, қамқорлығын жасайсыз. Бірақ бір күн алдыңызда тіпті қамқорлықтан тыс хабарласпай кеттіңізді, тіпті 1 апта, 2 апта, 3 апта, 1 ай, 1 жыл деген сияқты. Атаңыз сіз жайлы не ойлайды ол кезде? Менің ұлым мені ұмытып кетті ма? Яғни бұл жерде ата-ана не істейді? Ренжитін болады. Қатты ренжитін болады. Бірақ бұл біздің Раббымыз, да? Раббымыз, бұл біздің жаратушымыз, біздің әке-шешеміз осы дүниеге келуіміз себепші болған. Бірақ Алла Тағала бізді жаратқан, мінекей. Яғни біздің жаратушымызға деген шүкіршілігіміз қайда деген сияқты. Алла Тағала күллі нығметтерді, жақсылықтарды беріп, біз намаз оқымай жүрсек, қандай күнә болады? Алла Субхану ва Тағала біздің үлкен бір жаңағыдай еңбек, талап етіп отырған жоқ бізден. Намаз деген өте жеңіл, жаңағыдай белгілі уақыттарда, белгілі жаңағыдай өзінің дәретін алып, ниетін жасап, белгілі жаңағы тізені нетіп иіп, тіпті ғалымдар айтады, денсаулығың болмаса, жаңағыдай намаз оқуда, жалпы соны отырып оқысам болады деп жаңағыдай. Отырып оқи алмасаң, денсаулығың болса, жатып оқысан болады. Яғни ең бірінші бұл ниет, жүрек, байланыс Алла Субхану ва Тағаланың мен жаңағы арасында болады. Енді бұл жаңағы намазға келіп, Аллаға шүкіршілік істеп, одан кейін тастап кетсе, ол да жаңағыдай күнә болып есептеледі. Бірақ бұл жерде мынандай нәрсе ескеру керек біз. Бұл жерде жаңағы көрермендеріміздің ішімізде біреу ойлауы мүмкін да, одан мен намаз оқимын, вдруг мен жаңағыдай тастап кетсем, ол ауыр күнә болады деп. Жалпы намаз, Аллахны, Құдайды таныған адам, намаз парыз екенін түсінген адам, ол міндетті түрде намаз оқу бастау керек. Ол жаңағыдай бастаған жоқ, ол оқымай жүр, оған күнә емес деген сөз емес. Көбісі солай ойлайды. Мен намаз бастасам, тастап кетемін деп қорқам деп айтады мысалы. Кейбіреулер айтады, намазды оқу керек екенін білем, бірақ сосын оқимын дейді мысалы. Осындай мәселе бар да? Сондықтан ол намазды бастаса да, бастамай жүрсе де, ол да бәрі не болады? Күнә болып жазылады. Ол намаз оқымай жүрген адам, ол да күнә болып жазылады. Сондықтан мұсылман адам мейлінше ол намаз оқуды бастау керек. Және де бастаған болса, сол намазды ешқашан тастамау керек. Енді пендешілікпен ол кейбір кездерде оқымай кету мүмкін, жаңағыдай мүмкін күнә істеп кету мүмкін. Алдымызда айтқан аятта инналлаха яғфиру зунуба жамиа. Осы аятты есінен шығармау керек. Расында Алла Субхану ва Тағала бүкіл күнәларды кешіреді. Аллахтың тәубе есігі әрдайым ашық болады. Бірақ сол аятпен де ойнауға да болмайды. Аллахтың есігі ашық қой әрдайым. Мен жүре тұрайын, сосын намазды оқи бастаймын. Бірақ біз мынандай нәрсені білу керекпіз да. Бұл жалпы біздің өміріміз қашан бітетіні біз білмейміз. Мүмкін ертең ақта бітіп қалады. Одан кейін ба, 1 жылдан кейін ба, ертең ба, 1 сағаттан кейін ба. Яғни біздің
жүрегіміздің соғуымыздың бәрі Аллахтың қалауында. Мінекей. Сондықтан көп ұзамай намаз оқымай жүрген бауырларға айтарымыз, намазды бастап кете беріңдер. Аллахты субхану тағала таныған болсаңыздар, жалпы кішігірім кітапты оқып, кішігірім уағыздар тыңдап, намазды оқи беріңіздер. Аллах тағала бұл көбінесе адамдар мынандай шатастырады да, Құдайды адаммен шатастырады. Адамдар бұл жалпы результатқа қарайды. Алла тағала результатқа ғана емес, адамның ниетіне қарайды екен да. Ол кейбір жаңағыдай сылтау айтып жатады. Мен сүрелерді білмеймін, мен ол сүрелерді жаттау керекпін, менің дұғалар жаттай алмаймын, менің памятім жоқ деп жаңағыдай. Сен мейлінше жаңағы сүрелер жаттап ал. Жаттай алмасаң, сол кітапты алдына қойып оқи берсең де болады. Мысалы үшін бастапқы кездерде, сосын кейін оқып, ақырындап жаттап кетесіз. Өйткені Алла субхану тағала алдымызда айтқандай, иқрау уа раббукал акрам деп айтқан. Оқы, расында сенің Раббың жомарт. Ол сен талпынсаң, солған қарай Алла тағалаға жақындасан, Алла тағала одан сайын саған көп ілім, берекесін береді. Жаңағыдай, міне ол памятті жаңағыдай соны ашып беретін болады, соны жаттайтын болады. Мінекей. Жалпы айтарымыз осы намаз туралы. Енді намаз туралы айтатын болсақ, өте ұзақ, өте көп жаңағыдай аяттар бар, хадистер бар. Жаңағы бір хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам 5 уақыт намазды өзін уақытында үзбей оқыған адам дейді, оған жәннатты Алла тағала уәде етіп береді екен. Ал кім оқымаған болса, оған еш нәрсе уәде етпейді. Оны Алла қаласа азаптайды, сол күнә үшін, оқымаған үшін қаласа кешіреді дейді. Енді жалпы біз Аллахқа араласпаймыз, Аллахтың мейірімі, оның кешірімі шексіз. Біз тіпті оның кешірім мейірімін, тіпті оны біз тани алмаймыз. Сондықтан да біз оның барлығын не істейміз? Көбінесе оның үкімін, соңғысын, жаңағы нүктесін оны Аллаға қалдырамыз. Бірақ жалпы әрине ол оқымаған адам, оның өте өзіне тек зиян болады екен де жалпы. Өйткені ол оқымаған адам, яғни бұл Алланы еске алмаған адам. Ол Құдайға шүкірсіз адам. Ол Құдайға, Аллаға шүкірсіз адам болса, ол адамдарға да шүкірсіз болады деген сияқты. Иә, негізі намаз оқудың алдында, намаз бастаудың алдында көп адамдар соны ойлайды. Егер бастасам тастап кетем ба? Сосын екінші мәселе, мынау жұмысыма кедергі болады, дүниеме кедергі болады, ол машақат, рет алу керек, постоянно намаз оқитын орын табу керек деп ойлайды. Бірақ өзім есімде, өзім намаз оқып бастаған кезде ең бірінші жаңағы жұма намазынан бастап, жұма намазынан қалмай жұмаға барып жүрдік. Сөйтіп жұма намазында имам жаңағы фатиханы, сосын қосымша сүрені оқиды ғой, дауыстап. Сол кезде өзі жаттап аласың сол сүрелерді, шыны керек. Енді сен фатиха білсең, қосымша сүре білсең, болды, намаз оқи бересің ғой, уже ешқандай проблем жоқ. Одан кейін ораза кезі басталды. Ораза кезінде тарауихқа қатыстық күнде. Одан кейін ораза біткеннен кейін тарауих та бітеді ғой енді. Жүрегінде бір қызық жағдай болады, бірдеме жетпей тұрған сияқты болады. Кәдімгі үйреніп қаласың намазға. Сосын уже намазды бастап кетесің. Намаз оқыған кезде түсінесің, қандай ақымақ болдым, неге баяғыдан бері бастамадым деп. Себебі намаз оқыған адамның өмірінде де жақсы болады, ойы да жақсы болады, кәдімгі порядок болады да, тәртіп болады, дисциплина болады өмірінде намаздың төңірегінде құрсан. Және де намаз деген Алла тағаланың бізге айтқан, берген парызы ғой негізі. Мысалы, біз өзіміздің денсаулығымызға қалай қарау керекпіз, мысалы, тамақ ішу керекпіз деген сияқты, демалу керекпіз, спортпен айналысу керекпіз, жаңағы аурулардан жаңағы сақтану керекпіз деген сияқты. Сол сияқты намаз оқу бізге парыз. Соны түсіну керекпіз біз мұсылман баласы. Намаз бұл парыз, бізде жалпы
ислам дінімізде үкімдер бар. Жалпы ол алла тарапынан келген, ол адам емес, ол жаңағы алла тағала белгілеп қойған жаңағы парыз бар. Парыз деп айтамыз, ол жаңағы фардун деп айтады арабша, фардун деп. Ол яғни ол талқыланбайтын нәрсе. Ол жаңағы адам қаласа оқиды, қаламаса оқымайды. Ол қажылыққа барған адам, ол оған оқу керек, ол қажы ғой деп, мысалы үшін, немесе басқа адам ол қажылыққа бармаған әлі, ол значит оған оқу керек емес. Немесе бір адам жаңағы ұрынып осы өмірде бір сынақтарға, ауыр нәрселерге түсіп, енді міне саған намаз оқу керек қой деп, жаңа сенің жолың ашылады ғой деген сияқты сондай бір дұрыс емес бір пікірлермен жүреді. Ол да жаңағыдай дұрыс емес. Жалпы мұсылман адам, бұл парыз деген, ол Аллахтың қалауымен, яғни бұл Аллахтың міндеті. Алла тағала тарапынан. Бұл сен Алла тағала саған міндет берді ме, оның жаңағы парызын, сен соны орындау керексің. Ол сенің өмірінде сынақтар болып жатыр ма, қиындықтар болып жатыр ма, ол үшін емес. Әйтпесе ол сынақтар бітеді ғой бір уақыттарда. Ол әрдайым бүкіл жаңағы адамзат бәрі қиналып жүрмейді ғой. Белгілі Алла тағала белгілі адамдарды бір жаңағы қиындықтармен сынайды. Кейбір қоғамдарды немесе бір жаңағы қауымды сынау мүмкін. Бірақ сол сынақ не істейді? Ол кетеді. Мысалы үшін, ол барлығы өмірі бір жаңағы тәртіпке келетін болады, мысалы үшін. Сонда ол намаз оқымай ма деген сияқты түсінік келу мүмкін сол адамға. Жоқ. Сондықтан біз айтамыз, бұл парыз болған, ол сенде жаңағыдай басына бір қиын сынақтар келді ма, немесе керісінше бір жақсы нәрселер, адамға ұнайтын нәрселер келді ма, жаңағы басына, жақсылықтар келсе де, ол не істейді? Ол әрдайым намаз оқып отырады, 5 уақыттың намазын. Әрине, бірінші намаз, ол 5 уақыт намазының ішінде абзалы жұма намаз деп айтамыз, әрине. Ол жұма намазын бастап, әрі қарай ақырын өзіңді сол жолға ол бағыттау керек. Енді бұл бірден жаңағыдай біз алдымызда айтқандай Алланы танып, яғни өзіңді ниет ету керек. Осы жолға өзіңді салып. Яғни жалпы өзіңді мұсылман адам не істеу керек? Дайындау керек. Дұрыс ниетпен, кішігірім білім алып, яғни Аллахты танытып, одан кейін ол осы намазға келген болса, оның діні не істеп, қандай болады? Берік болады. Мықты болады. Яғни ол одан кейін жаңағыдай намазын тастап кетпейді. Сенім мықты болады. Сенім. Яғни бірінші сенім мықты болу керек. Дұрыс айтасыз. Сенім кім үшін намаз оқиды? Ол жаңағы маған жақсы болсын деп емес, жалпы Аллахтың парызы. Бізде бір өмірімде болған оқиға, осы Астана қаласында мектепте оқып жатқан кезде класстастарым 11-ші сыныпта көбісі намаз оқи бастаған екен. Сөйтіп жаңағы 11-ші сынып бітіріп, енді тапсырып, сөйтіп жаңағы класстастарыма хабарласып, жүріңдер намазға барайық. Сөйтіп кездескен кезде байқап қаламыз, намаз оқымайды. Кейбір біздің бірге оқып жүрген класстастарымыз барып намаз оқимыз, ал қалғандар оқып жүрген мектеп кезінде оқымай жүр екен. Сөйтіп біз ойланып сұрай бастадық, қалай болды жалпы. Сөйтіп олардың өмірінде жаңағы бәрі жақсылық, дұрыс тәртіпке келді. НТ-ларын жақсы тапсырып, грант оқуға түсіп, жаңағыдай, бәрі бір тәртіпке келді, бірақ намаз тастап кетті. Яғни содан кейін осы көп жылдар бойы осыны ойланып, яғни олардың ниеті дұрыс болмаған екен. Ниет жаңағыдай, Алла тағала маған берекесін, жақсылығын берсін, мен осы НТ-ні аман есен тапсырып, грантқа қолды жеткізсем болды деген ниетпен намаз оқып бастаған екен. Сондықтан содан кейін не болған? Жаңағыдай намазын тастап кеткен еді. Ол намазды бастаумен бірге білім алып жүру керек. Енді намазды қоймаған жаңағыда бауырларымыз болды қасымызда. Мен есімде бар, біз мешітке барып отырғанбыз әрдайым, білім алып отырғанбыз ұстаздардан, имамдардан.
сондай кітапты оқып жаңағыдай біліммен алмасып бір бірімізбен, иә. Соны Аллаға осы күнге дейін Аллаға шүкір намаз тастамағанбыз мінекей. Сондықтан жаңағы айтарымыз, осы намазды жаңағыдай тастап кетпеу үшін осы ниет, одан кейін жаңағыдай білім соған сай. Содан кейін адам мұсылманда ол ешқашан не істемейді, намазды тастап кетпейтін болады. Иә, қосар бір жайт бар, және де адам баласы Алла тағаладан әрқашан сұрау керек екен. Алла тағала маған осы намаздың жолын жеңілдетші, Алла тағала маған өзіне деген құлшылықты жеңілдетші деп. Талай рет жағдайлар болған өмірімде, бір енді жолға шығасың, сапарға шығасың, танымайсың, қалаға барасың, намаз уақыты кіріп қалады, дәрет алатын орын керек, намаз оқитын орын керек. И ниет етесің, дұға тілейсің, Алла тағала көмегіңді берші, намазымды уақытылы оқуыма деп. И бір кезде дәрет алатын орын табылып қалады, намаз оқитын орын табылып қалады. Барлығы өзі Алла тағала әзірлеп қояды екен. Және де Алла тағаладан сұрасаң, Алла тағала маған бұл жолды жеңілдетші, және бұл жолда мені тайдырмашы десең, шын ниетпен, иә, Алла тағала кәдімгідей жеңілдетеді екен. Сол сияқты жаңағы көп намаз бастап жүрген жігіттерге айтарымыз, Алла тағаладан сұрау керек. Маған жеңілдетші, маған көмегіңді берші деп. Солай екен. Иә, сондықтан айтады ғой, бұл мұсылман қаруы, бұл дұға екен. Иә. Мұсылман адам өзі әрдайым дұғада болу керек. Егер де ол дұға еткен болса, ол Алла тағала адам баласына бір сенімділікті береді екен да, жалпы. Ол өзінің өмірінде қай намаз болсын, жаңағыдай сол намазға қатысты бір жаңағыдай осындай қиындықтар болса, соны Алла тағала не істеп жеңілдетіп қояды екен. Жалпы біз айтамыз, жаңағы жолын ашады деп, жалпы. Иә. Расымен де ол Алла тағала жолын ашып береді. Егер де біз Алла тағаладан сұрайтын болсақ. Иә. Қазір неге көбісі адамдарда жол ашылмай жатады? Өйткені бұлар жаратушыдан сұрамайды өздері. Өздеріне сенімсіз болады, одан кейін мінекей сондай салдарын. Сондықтан мұсылман адам жалпы осы дұғада әрдайым болу керек. Иә, жақсы, Алла разы болсын. Тағы да бір мәселе бар, қазіргі кезде өкінішке орай зина деген мәселе бар, некесіз жақындық. Өмірімізде қазіргі заманда кең таралған күнә. Азат ұстаз, бұл мәселеге не себеп болып жатыр, және ислам діні бұл мәселені қалай шешуді ұсынады? Жалпы зина бұл қасиетті Құран-ы Кәрімде Сурату Нур деп келеді, Нур сүресінде келеді екен. Сол Нур сүресінде барлығы осы сүреде жалпы алғашқы аяттарында, алғашқы аятта бір бет, екі бет соған жалпы баяндалған екен. Жалпы қасиетті Құран-ы Кәрімде соның жазасы бар екен, жалпы зина. Енді бұл жаңағы Құранда келген зина, жаңағы аззанияту аззани деп келеді. Зинақор әйел және зинақор еркекті деп, жаңағы фаджилиду кулля вахиди минхума миат джалда деп келеді. Әр қайсын 100 түре ұрындар деп келеді, жалпы. Бірақ бұл Құранда келген, бұл куәгерлер болатын болса, яғни бұл ашық, анық істелінген болса, яғни адамдардың көзінше істелген болса, яғни ең азы 4 куәгер болса, және де сол куәгерлердің айтуы бәрі бірдей болса, сонда ғана. Енді бұл жалпы тарихта өте сирек кездескен. Енді біздің айтатын мәселеміз бұл жаңағы зина іште істелінген. Ешкім көрмейді, ешкім білмейтін зина. Бұл зина жалпы Аллахтың тағаланың алдында ауыр күнә болып есептелінеді. Бұл жалпы некесіз байланыс. Жалпы былай алатын болсақ, мысал үшін неке болған жаңағы байланыс және некесіз байланыс. Ер мен әйелдің байланыс арасында болған. Айырмашылық бар ма? Айырмашылық жоқ. Бірақ неге бұл арам, мынау адал? Айтатын болсақ. Өйткені бұл жерде жауапкершілік, неге осы жаңағы айтатынымыз, мынау осы жаңағы арам болған нәрсе, жаңағы байланыс. Бұл арам екен. Өйткені жауапкершілік жоқ. Бұл қайтадан не нәрсеге
қайтады, бұл күнә адамның нәпсісіне қалауына. Яғни бұл адам баласы не істеп қояды? Өз нәпсісіне, өзінің қалауына жол беріп қояды. Яғни сол жаңағы қалауını өзін ұстамайды екен. Қасиетті Құранда оның жолын жалпы уанахан нафса анил хауа дейді деп келеді. Өзін хауасын, өзін қалауын дейді, тыйған дейді адам. Фаиннал джанната хияль мауа. Оның жазасы дейді, жәннат болады екен. Оның мекені қандай жер болады? Жәннат болады екен. Мінекей. Яғни сол қалауына, нәпсіге жол бере бермеу керек. Өкінішке орай біздің мынау осы біздің жалпы жерімізге қазір неше түрлі нелер ақпараттар кіріп жатыр. Ол батыстан келген нәрседі. Сен не қаласан, не істесен, соны сен істе. Сен қалауын, сен адамсың. Өмір жалғыз дейді. Өмір жалғыз деп неше сондай нелер кіргізіп алған осы ақпарат, өкінішке орай. Сол үшін жаңағы сол зина осылайынан не істеп кетеді, таралып кетіп жатыр. Енді зина жалпы бұл барудың адамның жасаған себеп, бұл жаңағы әйелдің жаңағы күнәсі бар. Ол өз-өзінде жаңағыдай әдемі жаңа жерлерін жасырмауы деп келеді. Яғни қазір біздің қоғамымызда хиджаб деп айтады. Одан кейін ер кісілердің көзді тыймауы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мынандай хадисте айтқан, көз дейді жаңағыдай осы несімен, нәпсімен қарау дейді әйелге, бұл іблистің атқан жаңағы стреласы, садақтан атылған дейді. Бұл орысша айтайын, ядовитая стрела, выпущена иблисом в сердце, говорит, этого мусульманина деп келеді. Бастауы содан. Бастау содан екен. Яғни бәрі сол неден, көзден басталады екен. Әрине әйел кісі ол да әлсіз жаңағыдай. Оның осы күнәлардың ішінде не бар? Шайтан, иблис бар. Үшінші. Үшінші. Ол өзі насихатын жүргізеді. Ол керісінше Құранға қарсы бәрі. Мысалы үшін, ол жаңағы әйел кісіге айтады жаңағыдай. Сен әдемісің, сен осындайсың, мұндайсың деп керісінше соған иджабты кимеуге насихат етеді екен. Ашық жүруге насихат етеді. Ашық жүруге, сөйтіп ол нәрсе күнмен күні ол не істеп кетеді? Норма болып кетеді. Жалпы күнәнің мынандай нәрсе бар. Адам баласы қайсы бір күнәні ең бірінші алғаш рет істеген болса, ол ұялады екен, қатты ұялады екен ішінде. Сондықтан біздің қасиетті дінімізде не дейді? Сол жасаған күнәға бірден тәубе ет, Алладан кешірім тіле. Ал егер де ол тәубе етпеген болса, Алладан кешірім тілемеген болса, ол екінші, үшінші рет ақыры сонда ол норма болып кетеді. Негізі бұл норма емес нәрсе. Сол салдарынан жаңағыдай осы Құранда келген жаңағы хиджаб мәселесі келген, ер кісілердің көзді тыю мәселесі келген, сол жалпы зинаның осы жаңағы зина осы жаңағы біз алдымызда айтып едік қой, жаңағы қатынас, ер мен әйел кісінің ешқандай жауапкершілігі жоқ қатынас, соны құрамында, яғни осының арасында жүретін сол нәрселерін барлығынан да өзіңді таза ұстау керек. Исра сүресінде «Валя тақрабу зина» деп келген. Яғни зинаға не істемеңдер, жақындамаңдар. Яғни алыс ұстаңдар. Яғни сондықтан мінекей, яғни көзді де мұсылман адам не істеу керек? Бірінші тыю керек екен. Содан басталады. Ол біздің жаңағы қазіргі заманда ұстап жүрген телефонымыз, мысалы үшін, оның барлығын не істеу керек? Фильтр жасау керек. Яғни соны мұқият, соған мән беру қажет. Сыртқа шыққан кезде де, мысалы үшін, ол жаңағыдай жан-жаққа, оңға, солға қарай бермей, жаңағыдай тіке, жаңағы соны өз-өзінде мұсылман адам не істеу керек? Тәрбиелеу керек. Ол біз айтпаймыз, әрине ол бір күннің ішінде бола салады нәрсе, ол бірте-бірте ақырын келеді, бірақ
сол мұсылман адамда не істеу керек, бір өсім болу керек. Дәрежатан деп айтады, жалпы дәрежемен дәреже, ол мұсылман адам өзінді дінінді не істеу керек, өсіріп отыру керек. Мінекей. Жақсы. Есіме бір осындай хадис бар ма еді, здесь түсіп жатыр, пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассалам бір кісі келіп сұрайды, иә, мен зина жасағым келеді, маған рұқсат бер, мен зина жасағым келеді, маған рұқсат бер деп сұрайды, иә. Сосын оны біздің пайғамбарымыз жанына шақырып алады да сұрайды, иә, сенің анаңмен немесе сенің қарындасыңмен солай істесе саған ұнай ма деп сұрайды, иә. Сондай бар, иә. Иә, дұрыс. Сол жаңағы жас бала ғой, келіп жаңағы енді бойдақ, өзі үйленбеген, жалпы сөйтіп жаңағыдай өзінің енді бұл жалпы табиғат қой адам баласының. Соған жаңағы пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам рұқсат сұрайды. Жаңағы ол енді білместіктен деп ойлаймын шығар ол. Өйткені ол білген болса, ол күнә, ол олай айтпаушы еді. Тем более жаңа пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Сөйтіп пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам оған түсіндіріп берді. Көркем түрде, иә. Иә, көркем түрде зина бұл не екенін, қандай күнә екенін, иә, осы жалпы хадисте. Иә. Енді бұл жаңағыда мынау зина осы сүреде жалпы бұл отбасыға арналған сүре екен. Нұр сүресі деп аталады, Нұр сүресі аталады. Ол жерде үйлену мәселесі қамтылған екен. Яғни ол зина харам екенін бізге Алла тағала хабар беріп қойған. Енді біздің жолымыз қандай? Бұл неке. Яғни бұл зинаға қарама-қайшы, яғни қарсы болатын нәрсе бұл неке. Яғни адал жол Алла тағала бізге белгілеп қойды. Сол жаңағы бойдақтарды Алла тағала айтты, үйлендіріңдер деп айтты. Ва анкихул аяма минкум вас-салихин мин ибадикум. Тіпті мынау құлда болған адамдар не істеңдер, үйлендіріңдер. Өйткені оларда бостандығы жоқ қой, олар өздері барып үйлене салмайды. Сондықтан оларды не істеу, көмектесу керек. Мынау жалпы бойдақ болып жүрген, мысалы үшін жігіттер болсын, қыздар болсын, үйленген абзал, оларды үйлендіру керек та, оған атсалысу керек, көмектесу керек. Әйтпесе жаңағы зинаға түсіп кетуі мүмкін. Сол жаңағы үйлену мәселесі бар, жаңағыдай осы жаңағы жатқан сүреде. Иә. Сондықтан үйлену мәселесі, көзді тыю мәселесі және де жаңағы әйел қауымның хиджабты кию мәселесі, осы мәселелер сақталса, бірқатар зинадан уже шектелуге, жақындамауға мүмкіндік болады, шыны керек. Бір тағы да айтар нәрсе, бұл жалпы зинаның зардабын біз айта кетсек, жалпы зинаның зардабы мынандай екен. Қазіргі таңда жетім балалар жылдан жыл не істеп жатыр, көбейіп бара жатыр. Ол біздің елімізде ғана емес, барша көп елдерде сол бар нәрсе. Соның зардабы осы жетімдердің пайда болуы, балалардың жетім пайда болуы. Өйткені алдымызда айтқандай, бұл не? Жаңағы жауапкершілік жоқ. Олардың мақсаты, ниеті не? Тек қана жаңағыдай бір-бірінен ләззат алу. Болды. Ары қарай жаңағы бала болып кетсе, оның жауапкершілік аламын деген ой жоқ, ниет жоқ. Біз мынау фильмдерде, жаңағы сериалдарда көріп жатамыз, жаңағыдай қыз келіншек хабарын береді жаңағы жігітке. Мен осындай жүкті болып қалдым, не істейміз деп. Анау жігіт айтады, болды, анау баланы алдыр. Ол өте үлкен күнә. Енді жаңағыдай, ол дағы да күнә, ол алдырған болса, ол адамды өлтірумен тең болады. Міне, зардап. Енді алдырмаған болса, ол туатын болады ол баланы. Енді әкесіз жаңағыдай баланы өсіру жалғыз басты. Анаға қандай қиындық болады. Одан кейін кейбір әйелдер не істейді, оны белгілі үйге не істейді, тапсыратын болады. Мінекей. Осындай өкінішке орай, осы зинаға барған кезде, зинаға неткен кезде, осы нәрсені біз ойлану керекпіз. Ертеңгі кезде қалай болады, не болады деген сияқты. Бұл да жаңағы зина, бұл
адамның абыройын таптау. Иә, жалпы мінекей. Жақсы, рахмет, алла разы болсын. Қазір қоғамымызда кең және жиі кездесетін алкоголь ішу мәселесі. Ол да үлкен күнәларға жатады. Алкоголь ішу не себептен харам болып саналады және мұсылмандар бұл азғырудан қалай сақтануы қажет? Осы туралы қысқаша айтып кетсеңіз. Иә, жалпы алкоголь бұл адамды ақылды жалпы орысша айтсақ который одурманивает. Ақылдан айырады. Да, ақылдан айыратын нәрсе, бұна барлығы харам болып есептелінеді. Бұл жаңағы алкогольдан мұсылман адам өзінді тура осы зина сияқты алып ұстау керек. Фаджитанибу риджису мина шейтон дейді. Ол шайтанның нәжісі деп айтқан екен де Құранда. Фаджитанибу, одан алыс ұстаңдар дейді. Жақындамаңдар дейді. Алыс, өте қатты алыс ұстаңдар. Яғни бұл алкоголь ішкен адам ол Аллахтың лағнетіне келеді екен. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадис шерифінде айтқан, бүкіл аурудың анасы бұл суық тию деп айтқан. Және де екінші, бұл күнәнің бүкіл анасы бұл жаңағы ішімдік ішу. Яғни алкоголь. Кез келген алкоголь, ол арақ болсын, ол пиво болсын, ол жаңа коньяк болсын, ол виносы болсын, қай нәрсе болсын, яғни адамды ақылынан айырылатын нәрсе, бұл барлығы не жаңағыдай арам болып есептенеді. Және де ол ақылынан айырылғаннан кейін, ол одан кейін үлкен жаңағыдай көп күнәларға жол беретін болады, өкінішке орай. Қазіргі таңда мысалы үшін қаншама қылмыстар жасалынды. Осы жаңағы алкогольдің жаңағы салдарынан. Тіпті намаз оқып жүрген адамдар жаңағы сол нәпсіге беріліп, енді оның алдында жаңағыдай, ол мүмкін енді бастаған шығар жаңағыдай. Енді жалпы біз намаз оқыған адам бұл жаңағыдай күнәсіз адам деп айтпаймыз ғой енді. Жалпы сол алкогольді ішіп адамды өлтіріп қойған көп нелер, оқиғалар көрініс табады. Сондықтан ол бір күнә, одан кейін екінші күнә, үшінші күнә, сонымен ары қарай кете береді. Бір жалғастырып, иә. Бұл жалпы осы тақырыптар, жалпы біз айтып жатқан бұл күнәлар өте маңызды. Бұлар жаңағыдай айтқандай бич наше времени, былай айтатын болса. Және де бұл күнәлар қиямет күнге дейін де өзекті мәселе болып қалады осы күнәлар. Жақсы. Негізі ғалымдардың кейбіреулер айтады, адам күнә жасаған кезде екі тұрғыдан жасайды дейді. Біреуі өзінің әлсіздігінен күнә жасамау керек екенін біледі, бірақ өзінің әлсіздігінен жасайды. Екіншісі өзінің Аллаға сенбеу, және де осы өмір біреу ғана, мені ешкім жазаламайды, не істесем өзім білет деген ниетпен істейді екен. Осы ниет өте қорқынышты екен. Ал егер де адам баласы өзінің әлсіздігінен күнә істесе, және де тәубе етсе, Алла тағала рақымды, Алла тағала кешірімді екен, иә? Иә, бұл жерде мынандай бір баланс ұстау керек екен, да? Абу Бакр радиаллаху анху, басқа да сахабаларда айтып кеткен еді ғой. Ал-иману байнал хоф ва ража деп айтқан. Иман бұл жаңа қауіппен, яғни Аллах тағала мені азаптайды, Алла тағала маған жазасын береді деп, және де Алла тағала мені кешіреді, жәннатқа кіргізеді деген соның ортасында болу керек екен. Жаңағы мынау қауіпке де қатты кетіп қалуға болады. Болды, мен күнә істеп қойдым, Алла тағала мені кешірмейді, жазалайды деп, ондай сенім 100% жүруге болмайды. Алла тағала кешіреді, жаңағы мен күнә істей берем, Алланың мейірімі шексіз, ол жаққа да кетіп қалуға да болмайды, 100% ұстанып. Осының ортасында ұстанып отыру керек. Яғни иман міне осының ортасында. Жақсы. Алла разы болсын. Бүгінгі подкастымызға келіп, біраз ілімімізбен бөлісіп, біздің көрермендерімізге насихат айтқаныңызға
Баршаларыңызға үлкен рахмет, бізбен бірге болғандарыңызға. Азат ұстаз, сізге рахмет, Алла разы болсын. Мен ойлаймын, ары қарай тағы да подкаст осы темаларға түсіреміз деп, себебі ауыр күнәлар өмірімізге кіріп кеткен, күнделіктіге айналған ауыр күнәлар өте көп. Достар, көрермендер, комментарий қалдырыңыздар, өздеріңіздің таныстарыңызбен бұл видеомен бөлісіңіздер, каналымызға подписка істеңіздер. Сау саламатта болыңыздар. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.